Осыған дейінгі бағдарламада біз жол құрылысының алғашқы кезеңдерін тілге тиек еткен болатынбыз. Күрделі тақырыпты қарапайым тілмен тарқатуды жалғастырайық. Учаскеде құрылыс алаңын анықтау үшін геодезия жұмыстары басталады. Сондай-ақ барлық коммуникацияларды көшіру керек. Мәселен, құбыр желілері, телефон желісі, жеке меншік жер телімдері. Бұл шараларға 2 айдан 1 жылға дейінгі уақыт қажет. Кей жағдайларда мердігер ұйым коммуникация иелерінен техникалық шарттарды қайта алуға мәжбүр болады. Арнайы техника жердің құнарлы қабатын уақытша ығыстырады да, құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін автожолдың бойын көгалдандыру үшін пайдаланады. Бөлінген алап ағаш түптерінен, ағаштар мен бұталардан тазаланады. Үйінділердің негізін жоспарлау және нығыздау жұмыстары жүргізіледі. Инженерлік қызмет тазаланған аумақтағы жер қабатында биоматериал бар ма, жоқ па деген сұрақпен арнайы зертханада зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Егерде жер қабатында биоматериал болмаса, бұл учаскеде жұмыс істеуге рұқсат беріледі. Және айналма жолдың құрылысы, судың бағытын бұру мен жер асты құрылғылары, дренаждарды орнату жұмыстары бастау алады. Олардың әр кезеңі жөнінде келесі шығарылымда сөз қозғайтын боламыз.